Сәлем достар, сіздермен бірге канал Офсайд. Футбол әлеміндегі жаңалықтарды бізбен бірге тамашалаңыздар. Біз бастаймыз. Барселонаның испандық жартылай қорғаушысы Фермин Лопес каталондық клубта қалатын болды. Испан журналистерінің ақпаратына сәйкес, Челси оны сатып алу идеясынан бас тартты. Бұған дейін ағылшындар 40 миллион евро көлемінде ұсыныс жасаған еді. Қыста Реал артық ойыншыларынан құтылады. Алонсо бұл мәселені жазда шешкісі келген еді. Бірақ енді Мендиді сату қысқа қалдырылды. Француз қаңтардағы трансферлік терезеде команданы бірінші болып тастайтын футболшы болады. Манчестер Сити қорғаушысы Мануэль Аканжи енді Италияның Интер клубында өнер көрсететін болады. Швейцариялық қорғаушы италиялық командаға жалға берілді. Келісімде сатып алу мүмкіндігі немесе белгілі бір шарттар орындалған жағдайда міндетті түрде сатып алу құқығы қарастырылған. Эдерсон ресми түрде Манчестер Ситиден Фенербахчеге ауысты. Трансфер құны шамамен 12 миллион евроны құрайды. Қақпашы 3 жылдық келісім шартқа қол қойды. Қосымша 4 маусымға ұзарту мүмкіндігі бар. Коло Муани, Тоттенхэмнің жаңа шабуылшысы. Француз шабуылшысы Рандаль Коло Муани ресми түрде Тоттенхэмге қосылды. Ол клубқа жалға беру шарты бойынша келді. Және алдыңғы шепті күшейтуге бағытталған трансфер болды. Эрик Тен Хаг Байердің тізгінінде небәрі 3 ойынға ғана шыдады. Нидерландтық маман үшін бұл қатарынан екінші отставка. Оған дейін ол Манчестер Юнайтедтен босатылған болатын. Клуб басшылығы жаңа бапкер іздеуде. Шешім апта соңына дейін қабылданбақ. Негізгі үміткерлердің қатарында бұған дейін Кастилияны жаттықтырған Реалдың аңызы Рауль Гонсалес бар. Оның кандидатурасы басшылық және спорт департаментімен кеңесулерде белсенді талқылануда. Галатасарай Манчестер Ситиден орталық жартылай қорғаушы Элкай Гундоганды қатарға қосты. Трансфер еркін агент мәртебесінде жүзеге асты. Себебі Хаубек қалалықтармен келісім шартын мерзімінен бұрын үзген болатын. 34 жастағы неміс футболшысы түрік клубымен 2 жылдық келісімге қол қойды. Оның жылдық жалақысы 4 миллион евро. Донарума ресми түрде Манчестер Ситидің ойыншысы атанды. Ол клубпен 5 жылдық келісім шартқа қол қойды. Донарума Эдерсонның орнын басып, 25-ші нөмірді иеленеді. Бұл ауысым тек қана алмастыру емес. Гвардиола басқаруындағы позициялық тұрақтылықты дамытуға бағытталған стратегиялық қадам ретінде қарастырылуда. Алайда кейбір сарапшылар бұл трансферді қисынды шешім деп санамайды. Алексис Санчес. Севильяның жаңа ойыншысы аңызға айналған чилилік шабуылшы Алексис Санчес ресми түрде Севильямен келісім шартқа қол қойды. 36 жастағы форвард Удинезиден кеткеннен кейін еркін агент ретінде испан клубына ауысты. Бұл трансфер андалусиялықтар үшін үлкен табыс болды. Олар шабуылды қомақты қаржысыз күшейтті. Келісім шарт 1 жылға жасалды. Қосымша ұзарту мүмкіндігі бар. Марсель трансферлік терезенің соңғы сәтінде үлкен қадам жасады. Клуб әлем чемпионы мәртебесіне ие, тәжірибелі қорғаушыны қатарға қосты. Бұл Павар үшін Францияға оралу тұрақты ойын тәжірибесін алып, ұзақ мерзімге қалу мүмкіндігі. Ал Интер Аканжи арқылы сапалы ауыстыруды жасады. Осылайша екі тарап ішінде тиімді мәміле орын алды. Ал енді достар, шығарылымның басты жаңалықтары. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Николас Джексон, Баварияның жаңа шабуылшысы. Челси мен Бавария келісімге келді. Сенегалдық шабуылшы Николас Джексон бір маусым Мюнхенде жалға өнер көрсетеді. Алайда келісім шартта міндетті сатып алу шарты бар. Белгілі бір ойын санына шыққан жағдайда Бавария футболшыны 65 миллион евроға толықтай сатып алуға тиіс. Бір маусымдық жалға алу үшін клуб 16 миллион евро төлем жасайды. 24 жастағы Джексон үшін бұл трансфер карьерасын қайта жандандыруға үлкен мүмкіндік. Челсиде ол Педро мен Делап келгеннен кейін негізгі құрамдағы орнын жоғалтқан еді. Енді ол Германия чемпионы сапында шабуыл шебінде өз орнын дәлелдеуге тырысады. Александр Исак Ливерпульдің ойыншысы. Инсайдер Фабрицио Романо хабарлағандай, Ливерпуль мен Ньюкасл клубтары 130 миллион фунт стерлингке трансфер туралы келісімге келді.
Бұл сома Англия премьер-лигасы тарихындағы ең қымбат келісім болмақ. 25 жастағы швед шабуылшысы дүйсенбі күні медициналық тексерістен өтеді. Ливерпульмен ұзақ мерзімді келісімшартқа қол қояды. Айта кетейік, Исак шілде айынан бері қызылдармен ауызша келісімге келіп, басқа нұсқаларды қарастырмаған. Достар, осымен бүгінгі шығарылым тәмам. Футбол әлеміндегі жаңалықтарды білу үшін каналға тіркеліңіздер. Сіздермен болған канал Офсайд, келесі кездескенше.